Ал достар, барлықтарыңа сәлем. Мен айтпақшы, ана жолы сендерге айтқан болатымын. Алдыңғы видеода мен сендерге айтқан болатым. Осы ақштана Ангелаға мен екі адам таңдап, подписчиктерімнің арасынан екі адамды таңдап, осы ақштана Ангелаға прокачка жасап берем деп айтқан болатым. Вот, осы сәт міне келді. Мен жаңа қазір ВК-дан маған жазған адамды таңдап, бүгін стрим болды бізде. Осы стримнан екі адам таңдадым. Қазір сол екі адамға мен прокачка жасап беретін боламын. Если видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, подписка істеп кетіңдер. Если сендер менің де осындай прокачкама түскілерің келсе, обязательно подписка істеп, Инстаграм, ТикТок, екі ТикТогым бар, екі ТикТогыма, Инстаграмма, YouTube каналыма подписка істеп, күнде менің арнамда активный болып керексіңдер. Вот, активный болып жүрген адамдарға осылай прокачка жасап беретін боламын. Айтпақшы, видеоны до конца қарап кетіңдер. Видеоның аяғына мен маңызды нәрсе айтамын. Так, бізде келесі өкінішке орай бүгін шығу керек болатын Инян бізге, бірақ понедельник күні шығатын болды. Біз енді сол мен ойлап тұрмын, сол подписчигімнің арасынан может бір-екі адам тоже тағы да таңдап, осы ақштан Ангела сияқты, может бір-екі адам таңдап Инянға не прокачка жасап беретін шығармын деген ой болып тұр. Так что активный боламыз. Сендер ойлайтын шығарсыңдар, ойбай Адалайда күнде стрим ашып, ойбай 100 000 теңге табады, бүйтеді, сөйтеді. Бұл 100 000 теңгені мен өзімнің көтіме тықпаймын. Бұл 100 000 теңгені мен, конечно, осындай подписчиктеріме прокачка жасаймын. Вот. Бүгінгі стримнан тапқан ақшам, бүгінгі стримнан мен 86 000 теңге таптым. Осы 86 000 теңгені мен қазір ақштана Ангелаға прокачкаға, яғни екі подписчигіме вот алып беретін боламын. Так что видеоны до конца қарап кет. Видеоның соңында мен сендерге бірдеңе айтамын. Все? 2 hours later. Так, достар, мен қандай аккаунтта тұр десеңдер, міне бізде бірінші адам ұтып алған адам, бұл аккаунт әдемі аккаунт екен. Бірақ менің бір байқағаным, бұл аккаунтта ақ шаш жоқ екен, өкінішке орай. Бірақ аккаунты прям топ қойынан қарасаңдар, маған қатты ұнады. Мен жаңа ғана аккаунтына кіріп көрдім. Біз қазір алмас салатын боламыз. Прикиньте, даже менде жоқ кроссовки, данк мастері бар ғой. Так, аккаунты бізде 67-ші левел екен. MP5 Райф дейді. Аспан жұлдыз айлы түн, шинамы қайырлы түн. Ой, құдай сақтасын. Мынандай сөздер негізінде айтуға болмайды. Менің ютубымды қаншама адамдар көреді деген сияқты әңгіме ғой. Так, ал достар, біз қазір алмас салып жатырмыз. Біз қазір ақштаны Ангелаға кетіп бастаймыз. Таратитай, наны ашып көрейін ба? Бір рет ашып көрейік, я? Көтіміз құртап қалған адамыз ғой, ашып көрейік. Дым түскен жоқ, өкінішке орай. Лада, кеттік. Достар, кеттік ал. Міне. Ал, пісмілі деп ашайық. Бұл біздің енді бұндай событияға бірінші рет прокачкамыз, сразу айтып қойын. Бізде өткен неде, 2 апта бұрын бізде 20 000 алмасқа прокачка болған болатын. Ал енді бізде штана Ангелаға прокачка. Кеттік ал. Так, если сендер осындай прокачка ұтып алғыларың келсе, видеоны до конца қарап кетіңдер. Мен сендерге қалай қатысу керек екенін айтатын боламын. Ол үшін менің Инстаграмма, анауынама деген тіркелдеген нәрселер болады. Так что видеоны до конца қарап кетіңдер. Так, бізде екі сары жанды, бізге не түсті екен? Бізге аяқ киім түсті. Тағы не түсті екен? В общем, и граната түсті. Соған сары жаныпты. Так, кеттік ал. Так, дым түскен. Вау, қызға. Қызға. Достар, біз қызға ақштаны Ангела түсіріп алдық. Енді бізге ұлға керек. Біз ұлға алып береміз деп айтқан болатымыз. Енді бізде 1100 алмас қалды. Қас көрейік. Если біз штаны Ангела түсіре алмасақ, біз қайтадан алмас саламыз, достар. Так. Не түсті? Мама. Достар, прикиньте, осы ақштаны Ангеланы алу үшін бізге қанша алмас кетті деп ойлайсыңдар. Ема, базар жоқ. Мына аккаунт прям көті жеңіл аккаунт қой, достар. Ема, капец. Қарандар. Енді мынам бір өтірік болсын, бір рет айналдыра сайын. Қалам екен. Өкінішке орай жоқ. Ладно, бір рет айналдыра сайын. Ой, ладно. Ладно, айналдырмай қойын. Осы өзінде 300... Ой, мынандай нәрсе шыққан ба не? Давайте кеттік. Мен көті құрттақ қалған адам ғой, мен айналдырам до конца.
до конца емес, енді бір екі рет айналдырып қалайын, чұқып. Өкінішке қарай дым түскен жоқ. Короче, осы 200 алмаз өзінде қалсын, енді өзіне керек болатын шығар. Бізде айтпақшы бұған пополнение берілді, осындай маска берілді и осындай шаш берілді. Вот пополнениені алып алайық. Все, достар. И бізде осындай, короче, 30 күнге берді. Вот. Вау, мынау не деген аккаунт мынау? Вообще мен аккаунтты танымай тұрмын уже. Чат, ал енді бізде бірінші адам ұтпаған адам прокачкасын жасап біттік, ал енді бізде екінші адамның прокачкасын бастайтын боламыз. Так, айтпақшы достар, мына бала бізге голос жіберіпті, до конца тыңдаңдар. Ал кеттік ал. Барлықтарына сәлеме, атым Дарын, 65-ші мектепте оқимын, Астанада тұрам. Прокачка ұтып алғаныма қуанышты. Так, ал достар, ал прокачкадағы адамдарды қалай таңдадың десеңдер, мен кеше стримда отқан болатым түрмен, сол кезде бәрі айтты, ақштан Ангела прокачка жасашы, уже бітейін деп жатыр дегеннен кейін қарасам 3 күн қалыпты. Мен сразу енді тиктокқа кірдімде, кім маған ВК-дан спам етіп жазады, соларға стоп басып, мен таңдап алатын боламын дедім да, осылай міне стоп басып 10-ға дейін санап, кәдімгі осылай 2 адамды таңдаған болатымын. Так, кеттік ал. Келесі енді прокачканы қарап кетіңдер. 2 hours later. Таратитан. Ах, футболка жын очки деп мал болып кетсең, қалжынайым. Достар, бізде так, мынау кім? Бізде екінші адамның несі прокачкасы. Вот, екінші адам, міне R7 деймін. Жоқ, KR7 Маквин деген адам ұтып алды бізде прокачка. Енді біз осы Маквинға қазір штаны Ангела түсіріп беретін боламыз. Так, 57-ші левелдық аккаунт екен, достар. Міне. Так, бұл аккаунтта қара иням бар екен. Так, маған ұнайтын шалбар, мынандай бар екен. Вау, еще мынандай тапшки ебапты. Вроде бы нормально, қазір скачать етіп аламыз, сосын көрсететін боламыз. Так, қандай маскалар бар екен бұл көкемізде. Наны киіп алайын. Аяқ киімін қарасаңдар, құдай. Аяқ киімін остыра салайын. Бір сары аяқ киім жоқ екен, бір кроссовки сары. Ладно, осымен тұра берсін. Қолына басқа бір оружие, акамды стат қойайыншы құрсына. Қолына. Қолға міне стаған екен. Вот, бізде, мынаны әдемі киіндіріп қойдым енді. Бізде қазір енді екінші прокачкамыз чат басталды. Жерге таяқ тасталды. Ойбай, бұған алмастам мұқпын құрсын. Так, кеттік ал. Бізде екінші аккаунтқа прокачка басталды. Қазір көрейік ал. Бұл аккаунтқа қанша алмазға штаны Ангела, ақ штаны Ангела қанша алмазға түсеткен. Ебайт, прикиньте, 8 попыткадан бізде пуманың үстін түсіріп апты мұнан бала. Базар жоқ. Значит, бір көті жеңіл аккаунт қойдым, көрейік ал. Так, бірінші попыткада дым түскен жоқ. Енді екінші попытка. Так, екінші попыткада бізде бір осындай штаны Ангеланың, не пуцима, бір, короче, бір сөзбен айтқанда картошкасы түсті. Келесі бізде үшінші попыткаға дым түскен жоқ. Дым түскен жоқ, қызға түсті штаны Ангела. Мен таптым. Білдім что қызға штаны Ангела түсетін. Так, первый очередь негізде қызға түсет, сосын барып ұлға түсемен бірденке. Ал кеттік ал, достар. Қызға кроссовки түсті, соны байқап қалдым жаңағына. Так, бізде 903 алмаз қалды. Қалай ойлайсыңдар, достар, 900 алмазға штаны Ангела түсе ме екен? Так, жоқ, түспеді. Жоқ. Пума. Достар, бізде өкінішке орай бұл аккаунтқа ақ штаны Ангела ұлға түспеді. Бізге хотя бы пума түсті. Но бірақ мен өзімнің подписчигіме уәде берген болатым, что мен ақ штаны Ангела алып берем деп. Так что біз қайтадан бір 1000 алмаз саламыз. Если 1000 алмаз түспесе, қайтадан алмаз саламыз. Ал достар, біз алмаз салып келдік. Біз қазір осы ақ штаны Ангеланы түсіретін боламыз. Кеттік ал. Білмеймін енді, бұл мына аккаунтқа что-то алмаз өте көп кетті. Бағана аккаунтқа байқап қарасаңдар, бір почти 1500 алмазға түсірген сияқты болдық, чат, или қанша алмазға түстік, оны комментария жазып кетіңдерші, пожалуйста. Ақ штаны Ангела түсті ма? Жоқ. Бұл қандай аккаунт болды өзі? Көт ауыр аккаунт па, не білем, мынау. Көті 2 тонна екен. Түсті, достар. Бізде ақ штаны Ангела түсті. Осы аккаунтқа ақ штаны Ангела қанша алмазға түсті деп ойлайсыңдар, достар. Комментарияға жазып кетіңдер. Міне,
біз ақштан ангела түсірдік, біздің екінші подписчигімізге түсірдік. Болды, вот, все. Енді көріп отқандарындай, міне. Біз осы аккаунтқа ақштан ангелаға түсірдік. TikTok'ы Nova Маквин 478 екен. Вот. Если видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып кетіңдер. Так, бізде айтпақшы пополнение бар екен, біз пополнениені алып алайық. Бізде мына жерде пополнение бар айтпақшы. Еще бізде бұларға не береді? Мына кроссовка әдемі екен, қас киіп көрейінші. Әдемі екен, чат? Әдемі көрінеді екен. Мына қараңдар. Көбей, скачать етілмеген, оны қараңдарды қойымшы. Көрейік ал. Бұл туфли ма? Қандай не пәлі бұл? Бұл бізде, вау, әдемі екен, натуре әдемі. Сайқы мазақтар құсып десеңе қаждайым. Все, чат, осымен бізде видеомыз бітті. Видеомды до конца қараған подписчиктеріме көп рахмет. Бізде уже 100 000 подписчик аз қалды. Енді осы 100 000 подписчикте менде 20 000 алмазға прокачка болады. Яғни 20 000 алмазға мен даже сендердің эволюцияларыңды көтеріп бере аламын. Даже сендерге осы понедельник күні шығатын инянды алып бере аламын. Даже Құдай қаласа, если біз үлгеретін болсақ, мен сендерге осы ақштан ангеланы алып беретін боламын. Прокачкаға сразу айта салайын, 100 000 подписчиктің арасына тек қана бір адамды ғана таңдаймын. Енді 20 000 алмаз деген енді ол 100 000 теңге. Мен енді бай емеспін басқа тиктокер, ютуберлер сияқты. Так что менің адал подписчиктеріме көп рахмет, который мені боқтап, там стримда отырып бақырып, там неше түрлі әңгіме айтсам да мені жақсы көріп, мені до конца қолдап осы неткеніме көп рахмет. Осы серьезно айтайын, сендер үшін мен Free Fire тастағым келмейді. Осындай прокачка үшін десем де тоже Free Fire тастағым келмейді. Мен былай қарап тұрсандар, басқа енді тиктокерлер көбінесе прокачка жасай бермейді ғой. Мен енді жаңа неге көшіп, осындай подписчиктерімді қуантқым да келеді. Вот енді айтпесе біз не үшін тиктокер болып жүрміз? Біз енді стримде отырып арам тамақ ақша таппаймыз ғой деген сияқты әңгіме бар да менде. Сол үшін енді арам ақша харам жолға апарады деуші ме еді? Қалай? Комментарий жазып кетіңдерші. Все, рахмет, всем пока. Қатысқандарыңа көп рахмет.